Қайырлы таң баршаларыңызға. Мен бүгін өзімнің ең сүйікті тортымды молочная девочканы дайындағым келіп тұр. Сүтті қыз дейді. Мұнда менде сгущенка, сосын 2 жұмыртқа. Үйреніп қалғам, уже бәрін тез-тез салып, сөйтсем видеоға түсіреді екенмін ғой, оны ұмытып кетіппін. Сонымен сгущенканы мен 3 желанияныкін аламын, өйткені күшті шығады. И содан кейін менде 80 грамм сары май, сосын кейін ұн, 230 грамм ұн, және де разрыхлитель. Жақсылап сгущенкамен жұмыртқаны өткіземіз. Негізі менде мына миксердің стойкасы бар, бүйтіп қойып қоятын. Бірақ та маған ол ыңғайсыз. Мен жақсы көремін осылай. Сосын сары майды саламын. Бөлме температурасында болу керек. Осындай жұмсақ. И өткіземіз. Бір қасық, осындай бір қасық разрыхлительді ұнға саламын да, ұнда араластырамын. Сосын ұнды илегіштен өткізіп аламын. Немесе лопаткаларыңызды қолдансаңыздар болады, немесе мынандай ақырын өстіп араластырып шығамыз. Миксердің көмегімен тесто осындай шығу керек. Формамен өлшеп алып, өздеріңізге ыңғайлы диаметрде алсаңыз болады. Менде 20. Сөйтіп осындай пергаментті қағазға өлшеп сызып алдым, домалақтап. Және де мен айта кететін, менде мұнда пергаментті қағаз Поклан алған дұрыс, себебі нелеріңіз, дайын коржықтарыңыз мұнда жабыспайды. Осылай қасықпен салып, үстіп бәрін жайып шығамыз. Барлық неге бірдей қылып бөліп салып қойған дұрыс. Дайындап бәрін содан тез-тез пісіре қоямыз. Үстіп салып аламыз. 180 градуста. Мұндай режимда. Ал енді біз
кремімізді дайындаймыз. Ол үшін маған мында 500 грамм сливки керек, 33%. Соны жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Жақсылап тұрып, күштілеп тұрып миксерлеймін. Менде сосын 100 грамм сахарный пудрамызды ақырын қосып, бірге миксерлейміз. Енді менде творожный сыр 300 грамм. Соны аламыз да бірге қосып миксерлейміз. Бірінші әрине сразу миксерді басып керек емес, бірінші араластырып аламыз осылай, жақсылап тұрып. Енді ақырындап миксерлейміз. Өзі крем сонда қоюланып шығады. Дайын болған кереметтің кремімен осылай тортты жинаймын. Ол үшін ең астына бұлай кремді жап қоямын, себебі тортым сырғып кетпеу үшін. Сосын кейін әр қоржықтың ортасына біркелкі етіп, дүзулеп, кремдерімді ортасына жағып шығамын. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осы креммен бірге немесе банан, клубника, тағы сондайларды қосып жіберсеңіз де болады. Енді өздеріңізге қарай, мен ештеңе қоспадым, тек қана кремнің өзі. Осылай бәрін біркелкі қылып жап шығамын. Жап шыққаннан кейін барлық қоржықтарын жағып, толығымен біткеннен кейін бетін пищевой пленкамен жауып, осы формамен холодильникке минимум 4 сағатқа қойып қоямын. Себебі ол бір-біріне сіңу керек. Одан кейін сіңіп болғаннан кейін кішкене сыртын оформление жасағанға кішкене кремімді қалдырамын. Егерде ол крем сіздерге аз болып, немесе жұмсақ болып тұрса, онда творожный сырмен майды, сахарный пудраны араластырып крем жасап алсаңыздар болады. Содан торттың бәрін сыртын түзелеуге болады, өздеріңізге қарай. Бетіне шоколад құюға болады, енді әркімнің өзінің фантазиясына қарай. Мен тек қана осы ақ креммен ғана жасадым. Толығымен өйстіп жинап болып, сыртын жасап, және оформлениясын жасағам. Негізі мен бұл тортты былтыр түсіргем. Сіздерге былтыр салу керек болғам, менің галереямда 1 жыл жатты. Ас болсын, менде осындай керемет шыққан.